Барлықтарыңызға сәлем достар, бүгін бисквитный торт пісіретін боламыз, оңай әрі тез жасалады. Каналымызға тіркеліп, лайк басып қолдау көрсетуді ұмытпаңыздар. Алда талай қызықты рецепттермен бөлісетін боламын. Бізге қажет заттардың мөлшері видеода және описание бөлімінде жазылған. Ең алдымен жұмыртқаның ағы мен сарысын екі бөлек ыдысқа бөліп салып алатын боламыз. Ескере кететін жағдай, біздің екі ыдысымызда құрғақ, ешқандай су болмау керек. Жұмыртқаның ағына сарының бір тамшы да өтпеу керек. Егер өтіп кетсе, бізде бисквитіміз дұрыс көтерілмей қалуы мүмкін. Мінекей бізде ағы мен сарысын екіге бөліп алдық. Енді қанттың жартысын қосып, миксердің баяу жылдамдығынан бастап миксерлейміз және де біртіндеп жоғарылатамыз. Мінекей біздің жұмыртқаның ағы осылай әппақ болып қатып қалады және ыдысымызды қозғаған кезде де ол қозғалмауы керек. Ендігі қалған қанттың жартысын жұмыртқаның сарысына салып миксерлейміз. Үстіне біртіндеп сұйық май және сүтті қосып тағы да миксерлеп алатын боламыз. Қант әбден еріген массамыздың үстіне ұнды қасықтап салып отырып және разрыхлительді салып араластырып миксерлейміз. Ұнды бірден қосып жібермеңіздер, тек осылай 2-3 қасықтан салып отырсаңыздар жеткілікті. Мінекей бізде осындай қою массамыз дайын болды. Енді осының үстіне ең бірінші миксерлеген жұмыртқаның ағын 2-3 ас қасықтан салып отырып, лопатканың көмегімен араластырамыз. Енді миксерді қоспаймыз. Осылай лопатканың көмегімен араластырған массамыз бізде жақсы көтерілетін болады. Дайын болған массамыз осындай өте сұйық емес, қоюлау болып шығады, құймақ тәрізді. Алдын ала пергамент қағазын төсек, формамызды дайындап аламыз. Үстіне массаны қойғаннан кейін екі жақ шетінен ұстап, осылай тегістейміз. Қызып тұрған 180-200 градус пеште 30-35 минуттың ішінде пісіріп аламыз. Піскеннен кейін осындай таяқшаның көмегімен тексеріп алсаңыздар болады. Бисквитіміз әбден суығаннан кейін формамыздан түсіріп 3 бөлікке бөлеміз. Бөлген кезде осылай пышақпен шетін кесіп алып, ары қарай жіппен бөлсеңіздер болады. Мен осылай пышақтың көмегімен бөліп шықтым. Мінекей біздің дәмді әрі үлпілдек бисквитіміз дайын болды. Үстіне қалаған креміңізді жағып, дәмді тортты жинай берсеңіздер болады. Мен бұл тортқа заварной крем жасағым келді. Қажетті заттардың мөлшері описанияда және видеода жазылған. Ең алдымен жұмыртқа мен қантты жақсылап араластырып аламыз. Үстіне крахмал, ванилин, ұнды және сметананы біртіндеп қосып, заварной крем жасаймыз. Баяу отта 15-20 минуттай қайнатып, осындай қою крем жасаймыз. Кремімізді қоюланған кезде ең соңғы майды қосып, жақсылап араластырып, таза ыдысқа құйып суытамыз. Жалпы әртүрлі кремнің рецебі каналымда бар, кіріп көрсеңіздер болады. Креміміз әбден суығаннан кейін венчикпен араластырып, тортымызды жинауға кірісеміз. 3 бөлікке бөлінген бисквиттің әрбіреуіне 6-7 ас қасықтан салып отырдым. Ең сыртында тегістеп, осы креммен жағып қоямыз және де өз қалауларыңызға сай сәндесеңіздер болады. Мен кокосовый стружкамен сәндеп шықтым. Дайын болған тортымызды кремі жақсы сіңу үшін холодильникке 2-3 сағатқа қойып қоямыз. Мінекей біздің тортымыз дайын, шетінен кесіп көрсетейін. Өте жұмсақ, үлпілдек және дәмі мороженныйдың дәміне ұқсайтын ерекше торт дайын болды. Сіздермен болған Альмира. Каналымызға тіркеліп, лайк басып қолдау көрсетуді ұмытпаңыздар. Ас болсын!